Сәлем достар, қолдарыңыз қалай? Бүгін бізде қар жауып тұр. Бүгін желтоқсанның 5-і. Мутный болып тұр. Бірақ былай жақсы. Жолдасым жылқыға кеткен, Нұрлан. Мынандай күн жылқы таба ала ма? Өйткені аналар таудың ақтары мутный болып тұр екен, винок салғанның өзінде. Жылқыны табу қиын болады шығар бүгін уже. 4-ші күн ба, 5-ші күн ба, 2 үйір жылқысын іздеп жүргеніне. Күнде таңертең мал жай қапсап жылқыға кетеді. Кешке қарай бірақ келеді ғой. Тамақ ішсенсін ішпей. Соны іздеп жүр, таппай жүр что-то. Маған ана 2 сиырды алып қалғам. Қамасын далада. Қораның ішіне кіргіз деген. Сиыры қайда? Что-то туайын деп тұр ғой деймін деп соны тапсырып кетті. Мен міндетім сол қарау. Туы батсақ есігін жауып қойын, ал далаға тастадым деген ішіне кіріп апты ғой. Қамашықты тумадым екен. Вообще жата бер. Мен тұрғызғым келген жоқ. Осы 2 красавицаның Айгүнін тосып жүр. Тұр, сосын ішінде жатыңдар. Далаға тұққамандар ей. Тыңдандар. Деп осып кетіп бара жатырмын. Екеуін бір қарап кетейін деп, мен міндетім сол. Сосын қайтам үйге. Мынандай мутный болып тұр. Тау осы кезінен бар ғой жылқысы. 5-ші күн кетті уже. Күнде кетеді. Жоқ іздеген адам шаршатып бітіреді ғой. Аяз екен күн. Мен бір спартикамен шыға салам. Аязы бар екен. Сол достар. Мені қолдап лайк басып комментарий жазып жатқан адамдарға рахмет. Кешке сиыр қамасқанда түсірем ба түсірмеймін ба білмеймін, бірақ анау қараңғыда нетіп қапты ғой. Дұрыс түсірмейтін болып қалған ба соткам. Содан дұрыс нете алмай жүрмін. Түсіргім жүрген жоқ, сиырдың бәрі қараңғыда келеді. Сондықтан сіздермен болған Асылбек Айтмас. Сау болыңыздар.